Түркістан облысындағы 3 ауысымды және апатты мектептердің мәселесін шешу мақсатында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында заманауи мектептер бой көтеруде. 2025 жылға дейін 49 мың бала білім алатын 63 жаңа білім нысаны пайдалануға беріледі. Жайлы мектептердің құрылысын Сауран ауданында да жүріп жатыр. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды Сауран ауданына жұмыс сапарымен барып, білім ұясының құрылыс барысын бақылады. Мердігерлермен кездесіп, нақты тапсырмалар міндеттеді. Сапаны қатаң бақылап, ғимаратты мерзімінде тапсыруды ескертті. Сауран ауданы Яссы ауылдық округі Еңбекші Дихан елді мекенінде Самұрық Қазына Констракшн акционерлік қоғамының тапсырысымен 600 орындық жайлы мектептің құрылысы жүруде. Құрылыс жұмыстары Ныш Ерс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2023 жылдың тамыз айында бастады. Жаңа ғимаратты биыл білім күніне дейін тапсыру көзделген. Жоба құны 4,267 миллион теңге. Жалпы ауданы 2,8 гектар жерді құрайды. Ал ғимараттың жалпы ауданы 8419,71 метр квадрат. Сауран ауданында жалпы оқушылар саны 25 мыңнан асады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында ауданда 5 мектеп жоспарланып, 3-інің құрылыс жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар Оранғай ауылдық округінен 150 орындық жаңа мектеп құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек кәсіпкерлер есебінен 5 мектептің құрылысы жүруде.